қазір Абай облысы Мақаншы ауданы Жарбұлақ ауылындағы мәдениет үйінде отырмыз. Оң жағында осы мәдениет үйінің директоры алашқа танылған айтулы ақын Әбілқасым Айжарық ағамыз. Айжарық ағамызбен амандасып осы Алакөлге демалған кезде есіктен кіріп келгенде бірінші бастаған әңгімеңіз Ана Қарыстың әңгімесінен бастағаныңыз маған қатты ұнады. Енді жаныма жақын айналысып жүрген жанрым ғой. Ана Қарыстың біраз әңгімелерін шәкірттерге үйрететін, Ана Қарыстың сөздерін жаттататын. Мысалы, сый жеңгендікі, сөз тергендікі. Дүниеде уақыттан жасы үлкен, ешкімде ештеңе де жоқ. Ақмақтардың арасында ақылды болу да ақмақтық деген сияқты Ана Қарыстың сөздерін біздің шәкірттер жаттап жүр. Енді бағана сіз тағы бір-екі әңгімені айттыңыз. Әңгімені осы Ана Қарыстың парсылардың еліне барған кездегі айтқан әңгімелерінен бастайықшы. Дұрыс, жөнақ. Мынау сөздің қадірін біліп жатса, сөзді ең бірінші таңдайтын кісіге айту керек. Оны қабылдайтын жүрек сүзгісінен сүзгізіп өтіп алып барып, өзі де бір тұнық биік кеңістікке көтеріліп алып, сол тұнықтың өзін сүзіп қабылдайтын азаматтарға айтсаң, ол енді бір ғажап нәрсе. Сондықтан қазақтың әр аттам жері, ұлттың дейінші, тіпті қазақ болып қалыптаспағанның алдында да осы қара жер, осы таулар тұрды ғой. Сонда осы таулардың бауырын, осы жерді біздің бабаларымыздың бабалары мекен еткен ғой. Енді оны қазір ғылым тілінде біз сақтар дейміз, ғұндар дейміз, олардан арғанау, түркілер дейміз. Онда орыстар мысалы атақты ғалымдар келіп зерттеді, мысалы ана деді, мына деді, анау Орхон даласы, Енисей даласы, Дон, Еділ дедік. Тарих өзі негізінен талас тудырады. Бірақ әр ұлттың ғалымы болсын, адамы болсын, қаншама айтса да, зерттесе де, өзінің ұлтына тамам бүйрегі бұрып, өзінің бауырына қарай жиырылып тартыңқырайды. Мүмкін ол дұрыс та шығар, бірақ десе де соның бәрі адамзат баласы. Адамзат баласының ойының жетістігі, яғни цивилизацияға дейінгі даму кезеңдерінің қандай бағытта қалай өрбегендігін көрсетеді. Өрбегендігін. Яғни анау Атырау, мына жақтан Алтай болса, Алатау Арқаның арасы, осы әйтеу бір кең даланы түркілер, одан кейінгіде ғұндар, сақтар, ишқұздар дейміз. Тіпті өзіміздің қазақ хандығы құрылғанға дейінгі 1466 жылға дейінгі кезеңдерді, тіпті хандық дәуірлерді, сұлтандық дәуірлерді, кеңес дәуірін, тіпті осы қазіргі тәуелсіз дәуірді қарасақ та, бәрібір сол тау, сол дала, сол өзен сарқырап ағып жатыр. Мүмкін тартылса, әлсіз бір балбұлақтар тартылған шығар. Өзгерсе, адамның тұр-тұрпаты киімі өзгерген шығар. Бірақ дала мен таулар ол ешқашан өзгермейді. Сол соққан самал жел, сол шайқалып жатқан үлкен дария, сол аспанға атқан толқын, сол өзінің ұлын өсірген шығар. Ендеше осындай біздің далада жаңағы айтқан Ана Қарыс сияқты, яғни анау үлкен ғылыми тілде Ана Қарсис деп айтылады. Сол Ана Қарсис бабамыздың табаны тиген жер. Мынау өзіміздің қазіргі үлкен тұрған мақтанышпен айтатын Алтай тауының бауыры, оның ар жақ беті, бер жақ беті, мынау Тарбағатай тауының, тарихи тәңірі Тарбағатай тауының күнге етегі, тіпті осы ғылымда да айтылады, осы жерде алғашқы адамдардың, анау алғашқы қауымдық құрылыстың көзінің ашқан жері осы екі таудың етегі ау деп. Мүмкін ол да рас шығар. Біреулер оны Қапқаз жеріне таман, біреулер Балтық жеріне таман тартыңқырайды. Енді біз бабаларымыздың анау Қара теңізге қарай үлкен көштер өтті ғой. Үлкен анау Тарғытай патшаның тұсындағы бір көш Қара теңізге қарай қыспаққа түскеннен кейін елін жоқшылықтан, таршылықтан құтқарам деген атақты Ешбақай қағанның қозғалысы Қара теңізге қарай. Одан кейінгі Тарғытай патшаның қозғалысы, енді екеуінің арасында енді 1500 жылдай деп ғалымдар айтады. Әрине бірінші Тарғытай патшадан біз тарихты бастап жібереміз. Енді сөзге келетін болсақ, сөздің ішінде түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы деген де сөз бар. Ендеше қазақтың мақалы болсын, мәтелі болсын, жақсы сөздері болсын, шешендік сөздері болсын, осылардың бәрі ғасырлар бойы адамдар мен тарихтардың арасынан толқын сияқты қуалап осы күндерге жетіп отыр. Ендеше ұлттың байлығы деген не? Ұлттың байлығы ол жері, ол ұлттың байлығы оның сөзі болғанда да қаңқу жеңіл сөздер емес, оның сүйектен өтіп кететін, мәңгі сақталып қалатын, сүйектен де берік, тіпті қара жердің өзі жаратса да аңғармай қалған, асыл қып жаратқан, асыл алтыннан да
шыдамдылығы, беріктілігі мықты біздің ғибратлы сөздеріміз. Ендеше осы сөздерді қазақ теориясында риторика деп те айтамыз, немесе шешендік сөздер деп те айтамыз. Осы шешендік сөздерді кешегі біздің осындай ұшы қиыры жоқ, шеті мен шегі жоқ сардаланы желіп жүріп өмір сүрген, кезіп жүріп өмір сүрген, көңілінің де кеңдігі сол далаға ұқсайтын, ақылының абыздығының да көлемі сол даламен өлшенетін біздің абыз бабаларымыздың жері. Яғни ол бабаларды біз айтып отырсақ мүмкін тауыса да алмаймыз, тауысу мүмкін емес. Әр аймақтың, әр жердің, жаңағы екеуміз айтқан мынау азаматтарға жаңа айтылған әңгіменің ішіндегі осы өздеріңіз отырған Жарбұлақтағы ауылдың ақсақалдары, жаңа Көшімбай сияқты, Бодау сияқты, Қаратал сияқты шешендерге кеп тірелсе, ол қазақтың ұлтының шешендік өнерінің соңы болып саналмайды ғой. Ол мүмкін маған да ұласуы, менен кейінгі сендерге ұласуы, сендердің балаларыңа ұласуы әбден мүмкін, және солай болуы да керек. Енді жаңағы темамызға жақындасақ, яғни тақырыптың анау парсы жері болсын, одан ары Шығаннан шығып, анау Сократтың жері, Криталудың жері, кесегі Янгректің алғашқы жері, анау дала театрының жері, анау көне грек жері, мынау Архимедтердің жері, Сократтардың жері, анау ғылымның атасы басы деп саналатын сол грек даласына біздің бабамыз Анахарсистің, яғни Анақарыстың табанын тиюі, бұл да өзі ғылымда бір үлкен талас тудырады. Бірақ десе де ол тарихи шындық. Ендеше ол кісінің енді қазіргідей жазбалар немесе сол кездегі айтылған нәрселерді сақтап қалатындай бір техника, технология, құралдардың болмауынан, осы ауыз әдебиетінің мықтылығынан осы күнге дейін ұшқындап жетсе де, бабамыздың асыл сөздері, қылықтары, қимылы, тіпті өмір сүрген ортасы, ата бабасы айтқан өсиеттері там-тұмдап болса да бізге жетіп отыр. Жарқынбек, соның біреуі жаңағы Эллада жері дейміз ғой. Сол Эллада жерінде жаңағындай көсем сөздің шеберлерімен, шешендерімен әлемге танылған атақты Аристотельдің жерлері ғой. Енді солардың жерін табанын басып жүріп әлгілердің арасында әйгілі сөз айту мүмкін ба? Бірақ десе де солар біздің мынау бабамыздың тұр-тұрпаты да жарықтық келісті болған екен дейді. Қою сақал, қыра мұрын, шүңірек көз, анау далаға біткен чоқ шеңгелдей бұйра шаш, келбет, оған қосылған айтулы сөз гүрілдеп шыққан, әлгіндей тайтпайтын тауларға тән тәңірі мінез. Міне осылардың бәрі өзінің жаңағындағы билік ортасында болсын, жауынгерлік ортада болсын, қарапайым ортада болсын, Анақарыс бабаның тұлғасын, шоқтығын биіктетіп тұрды. Енді ол туралы сансыз әңгіме айтады. Жаңада шет жағасын шолып өттік. Анау қайыққа мінген балықшыларды көріп, сол жердің әміріне ескерту ретінде сияқты, жанама қалжың сияқты қайықтың тақтайын ұстап тұрып, ажал мен адамдардың арасы екі-ақ қарыс екен ғой деп жүрісін тоқтатпай жүре берді дейді. Ол мына қайықтың тақтайын кішкене қалыңдатсаңдаршы. Осыншама толқындар дәрияның ішінде, кемедегінің жаны бір деуші еді ғой. Мынау адамдардың жеке басының саулығына, қауіпсіздігіне, былайша айтқанда ажал құшып қалмауына осы қайықтың ең бірінші көп рөлі бар ғой. Соны ескеруіміз қажет еді деген сияқты бір ақырын жұқартып жеткізіп тұр әлгі шаққа, әмірге. Одан әлгі далаға тігіліп қойған қонақасы қостың ішінде отырып бастайтын қоңыр әңгімелері. Сонда әлгі жердің әмірі айтты дейді. Ай Анақарыс, өздері қалжыңдасса керек. Сен осы беліңнен қанжарыңды тастамайсың. Осы түркіге тән мінез бе, жоқ өзіңнің қорқақтығыңнан тауып жүрген нәрсе ме дейді. Сонда қанжарын сығымдап ұстапты да жарықтық. Мен мұны тағатын ортаға ғана тағам. Сендердің араларыңда сенетін кісі бар екен, сенбейтін кісі бар екен, ұйықтайтын кісі бар екен, ұйықтамайтын кісі бар екен. Ал мен болсам қалғып қана отыратын адаммын. Ендеше қалғып отыратын түркінің яғни белінде денесінің бір мүшесіндей осы қанжары да болуы керек. Біз
бесікте жатқан баланың басына киелі құстың үкі болса керек, қауырсынымен осы қанжардың қамын қадап қоюшы едік. Ендеше анамның қалжа жеп осы бесігіме байлаған қылышын, қанжарын, яғни бойтұмарымдай қайда барсам да қастық емес, достық көңілден тағып жүрем әміресе деп айтты. Одан кейін бір сөздің арасында мен әңгіме айтып отырдым, сіз бір көзіңізді жұмыңқырап, бір көзіңізді ашыңқырап отырдыңыз. Осы нені білдіреді дегенде бабамыз мырс-мырс күліп, әй әмірі шах, сен тауда болып көрмегесің, сендердің далаларың жазық келеді екен. Менің даламның да жазық жері көп, таулары да көп, өзендері де көп. Ендеше сол таудың бауырына барғанда тау тәңірінің өзі де қабағын түйіп, сол қабағының астынан бір жанарын ашып, бір жанарын жұмып жатады. Ол биіктікті білдіреді, ол тәңірлікті білдіреді, ол кеңдікті білдіреді, ол мәңгілікті білдіреді, ол дарқандықты білдіреді, батырлықты білдіреді, ол бауырмалдықты білдіреді, және өзінің ұлына деген кең құшағын білдіреді. Ендеше осындай сіздің елге кең көңілмен анау теңізді, қызыл теңізді жүзіп өтіп келгендегі дарқан құшағымды жайғанда бір көзім қалғып кетсе, бір көзім сені қимастықпен жабылмай қалған екен ғой, оның не сайып екен деп айтқан екен. Міне осындай әңгімені айтып отырып, он саусағын өстіп дастарқанның үстіме екен, тастың үстіме екен, бабамыз жайған екен, оны да бір іліп қалайын деп әмірі шаға айтты дейді. Ай ана қарыс, сен көп нәрсені білушең, бірдеңені сұрайын деп отырсың ба? Сұрасаң, екі алақаныңды аспанға қаратып жайсаңшы, жерге қаратып жайып тұншық тұрғаның алатын нәрсеңнің жартысын алғың кеп тұрма. Осы жағын біле алмай отырмыз. Әйтеу ұмтылып бірдеңені сұрағандай болып отырсыз маған деп мырс-мырс күлді дейді. Сонда сол қолын алмаған беті, мынау менің бір саусағым бір өзенім, екінші саусағым екі өзенім, үшінші саусағым менің бұлақтарым, төртінші саусағым анам, бесінші саусағым әкем, ал мына қолымдағы бес саусағым менің бес тамырым, бес балам. Жолыма қарап отырған. Ол аздық етеді. Осы денем, осы менің басымда қанша тал шаш бар, сол менің ұлтым, сол менің мінезім, сол менің оқиғам, сол менің тәтті күндерім, сол менің барлық құдіретім. Ендеше екі алақанымды төмен қаратқаным, алайын десем, сендерде алатын, соған тұратында ештеңе жоқ екен. Алып кетейін десем, тастан басқа ештеңе көрмедім. Ол тас менің даламда бар еді. Алып кетейін десем, тарихың менің тарихымнан үлкен емес екен. Менің екі алақаныма толмайды деп, оны да болсын. Уыстап ішейін десем, сенің мынау теңізің менің қос алақаныма сыймайды екен. Одан да үлкен дарияларым жатыр. Дарияны іліп үйренген үлкен алақаныма сенің мынау жатқан жалпақ теңізің тамшыдай болып қалады деп, сен ұялтпайын деп, осы нәрселерімді алмайын, басымды алам ба деген оймен еңкейіп барып, тіреліп қалғаным осы еді. Чақ әмір деп айтты. Сонда менің далам, сонда менің теңізім, сонда менің аспаным сізге тарлық еткені ғой дегенде, ол тарлық етпеді, ол менің қасымда жүр, ол менің басымда жүр. Ендеше сенің далаң, сенің аспаның, сенің тәлім мен тағылымың менің мынау тақиямдай ғана болды ғой деп, жарықтық басындағы тақиясына қолына кигізіп бүйтіп домалатты дейді. Сонда әмір шах айтты дейді. Осыншама далам бар, осыншама тарихым бар, осыншама ғұлама білімім бар дегенде, сенің бір қызыл ғана тақияңа сыймай қалды дегенде, біздің қазақта тақияңа тар келді ма деген сөз бар. Ендеше осы тақия менің бүткіл далам, елім, жерім. Осы далам мен елім, жерім көшіп келіп, астасып сенің көкжиегіңмен жатса, сенімен мен әңгімелессем, менің киелі жерімді басқан табаным сенің киелі жеріңнің табанын басып тұрса, ендеше осы екі елдің адамының достығы емес пе еді? Мен жақтан ұшқан бір-екі құс менімен еріп осында келді. Менімен еріп енді қайтпайды.
сол бір екі құсқа сен көз қырыңды сала сал. Ол сенің көліңде жүрген анау үлкен түйе шағала емес, қанаты қылыштай тиіп түсетін түйме көз анау қырғидай самғап жүрген далада да көлдеде мекендейтін ұшпа шағала деген менің қыран қанатты шағалаларым бар дейді. Қазіргі тілмен айтқанда ол реликті шағала. Сол тарихтан қалған көне реликті шағала киесі мекен, иесі мекен ана қарыспен де Қызыл теңізді жағалап сол жаққа барып қайтқан екен деген аңыз бар. Міне енді осы әңгімелердің шеті өздерің келгеннен кейін жаңағындай жеке жерлерде де айтылып жатыр, әлі де айтыла түсер. Енді одан бері қарай керек келсек, мынау өткен жолда өзіңе де көп, өзің де білесің, айналаңдағы орталарыңдағы азаматпен, бірақ мен осы жерде туып, осы жердің топырағын басып суын ішіп жүргеннен кейін біртүрлі мақтаныш сезімде боламын, қызғаныш сезімде боламын. Кейде осы Алакөлді туризм қылып дамытамыз дегенде қолымнан келген үлесімді қосып жатамын. Кейде осы Алакөлге көбел келіп демалып туризмді дамытып, басқа адамдар қызығын көріп, менің қарапайым ғана халқымның қара сирақ балаларым кішкене шеттеп қалғандай көрінсе, жүрегім ауырып, әлгілерге кішкене қарсы жүргендей жүріс жасаймын. Жаңағы ана қарсы келіп барған шағаладай маған шарықтап кететін көкжиек қайда? Мен қалағанда шаншылып кеп қадалып сүңгіп бір шығатын бойымды сергітіп, менің толқынды көк бұйра суларым қайда? Менің тұнық ауам қайда? Менің гүлдерінің иісі бұрқырап дәнегі таңдайымда қалатын жағалай біткен шием қайда? Жидем қайда? Қоғалы көлдерім, шалшығым, менің қалың қабанның өзі жарып өте алмайтын қамысым қайда? Соның ар жақ бер жағында бір атқа мініп чоқырақтатып келе жататын даламның киелі абыз менің әкем сияқты ұлдары қайда? Саптамасына қолын сүрте сап, мұртын сипап, кең даламен сырласып отыратын күйші мен әншісі қайда? Батыр жүректі, алты құртты малтағып Махамбет айтпақшы желіп жүре беретін жылдық айшылық жерлерді, сондай мінезді адамдарым қайда? Осының бәрін қазір тілге жинақтап алып келіп қарасақ, Жарқынбек эрозиялық және экологиялық осы апаттың алдында тұрған жоқпыз ба деп қалам. Ендеше осы төңіректе кешегі облыс басшылары болсын, бүгінгі облыс басшысы мынау Берік Уәли деген бір жақсы азамат келіп отыр. Жақсы деп біз жұмыс істеп жатқан ғана кісіні айтпайық, немесе бұл бір жағымпоздықпен ғана айтпайық. Адам болғаннан кейін жамандығы, кемшілігі болса да, соны орнынан жаңағы шалдар сияқты тұрып айтатын азамат керек. Ендеше осы Беріктің, Уәлидің келіп жұмыс істеп жатқанына бір екі айдың ар жақ бер жағы ғана болды, бірақ осы азамат әдебиетші, алаштанушы азамат. Ендеше әдебиеттің төңірегіндегі жүрген, жүрегі жұмсақ, өлеңді жақсы көретін, кешегі Әлихан бастаған алаштың азаматтарын зерттеп жүрген, солардың көліне түсіп шығып, солардың жүрегінің маңайына жақындап жүрген азамат басшылыққа келгенде, мен ойлаймын, халыққа жақсы болады, және жақсы болуы да керек. Міне осының алдындағы Нұрлан деген азамат болды, облыс әкімі. Ол кісінің де істеп кеткен жақсылық істері қандай көп. Оның алдындағы азаматтар, өзіміздің Үржардың төңірегіндегі кешегі Серік Зайнуллдин деген азаматтардың арқасында қаншама мап-майды әдемі асфальт жолдар салынды, қаншама жақсы ғимараттар тұрғызылды. Мынау көлдің жағасындағы өздерің барып көріп жүрген Арбат дейміз ғой, кереметтей көлдің жағасындағы саяжай, солардың бір орындалуына, жасалуына жақсы азаматтардың ықпалы тиіп жатады. Соның біреуі кешегі Серік, біреуі жаңағындай Нұрлан болатын болса, біреуі бүгінгі Берік болатын болса, оның біреуі әрине Айжарық ағаларым деп ұялмайды, қызармайды айтуға болады. Себебі өздерің көріп отырған мынау театр сияқты үлкен үйдің жаман болып жатқан жасалуына, осының жинақталуына, жаңағы басшы азаматтардың көмегі бола тұрғанмен, осыларды осындай деңгейге жеткізу үшін әрине маған көп қиындықтар туғызды. Бірақ бақытты қиындықтар, қуанышты қиындықтар. Мен осыларды жасап жүріп, шаршағанымды да білген жоқпын. Және шаршамаймыз да. Себебі осының ішінде өздерің сияқты қандай аяулы азаматтармен кездесулер өткіземіз.
осы жерде Шамил Әбілтаев сияқты аталарың келген. Мына клубтың ескі кезінде мен Жәнібек Кәрменов ертіп келген осы жерге. Жаңағы айтқан Дәнеш Рақышев ертіп келген менің әкем осы жерге. Ал мына клубтың жаңа кезінде Тұрсын Жұртбай болсын, кешегі мынау қазіргі жүрсін ермандарымыз болсын, өзіміздің әдебиеттің төңірегіндегі менің інілерім жаңағы Берік болсын, өзімнің Ақберен деген інім бар. Міне сол Ақбереннің төңірегіндегі мынау Серікқалиев сияқты өздеріңіздің айналаңызда жүрген, тіпті Қанат сияқты бауырларым, қарындастарым, солардың көбісі осы менің біздің мына залымызды көріп, осы сахнада Шамил Әбілтаев сияқты күйшілеріміз қандай халықпен арада күшті рухани байланыстар өткізді. Ендеше Қабанбай жұрты жаңағында ескі тарихтан қопарылып шығып алып, жаңа заманға бейімделіп, жақсы бір өмір сүріп жатыр. Бірақ туризм деген кезде біздің санамызда жабайы туризм емес, заманауи жаңа туризм болу керек. Және болу керек. Бірақ шалчық су, шалчық қалпында қалу керек. Анау үйректер, тұрпан үйрек, сұқсыр үйректер, немесе балапандар сол жерде шалчықшылар жүріп, жүзіп жүру керек. Соның маңайында өзінің елігі, шошқашы, менің саған айтатын әупілдек құсым, сол қалың қоға сақталу керек. Сол қоғаның қамыстың ішінде әупілдегім тығылмай, еркін отыру керек. Ар жағында менің қысылмай, жағасын бетондап тастамау керек. Анау құмға қанатын еркін жайған, немесе шауып келе жатқан жүйрік сияқты аяқтарын еркін тастайтын, бұл да бір жанды организм. Алакөл еркін толқып жату керек. Сол үшін Алакөлдің көпіршіп жатқан кезі, тынық жатқан кезі, оның бәрі жаңағы туризмде өзінің табиғи келбетін сақтап қалса ғана ол құнды болады. Жақсы, рахмет аға. Бұл тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Мен мәдениет үйіндегі әңгімеде тағы бір сұрақ қояйын, содан кейін әңгімені аяқтап көл жағасында жалғастырамыз. Мен осы биылғы оқу жылында оқушылардың арасында әңгіме айтайық деген жоба бастадым. Біз 11 түсірілім жасадық. Мақсатымыз бағанадан бері міне құлағымыздың құрышы қанып, риза болып әңгімеңізді тыңдап отырмыз. Біз әңгіме тыңдап өскенбіз. Бұдан кейін ұрпақшы. Телефонға телмірген мына балалар әңгіменің қадір қасиетін біле ма, тыңдай ала ма? Тыңдау мәдениеті қайда? Келесі ұрпаққа осы әңгіме айтудың шеберлігін кім жеткізеді деген үлкен өзекті сұрақ бар. Сондықтан оқушыларға осы әңгіме айту деген шеберлікті, осы бір өнерді, осы бір дағдыны бойларына сіңірудің түрлі жолдарын қарастырып жатырмыз. Сізге бір нақты сұрақ қояйын. Әңгіме айтудың шеберлігі қандай, ерекшелігі неде, тәрбиелік маңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Енді бағанадан бері әңгіме, жалпы әңгімені жай ғана айта салмайды, бейнелеп айтады. Бағана сіз бір айтқан әңгімеде қасымдағы жаңағы жоғары жақтан келген өкілді қолымен көтеріп алып далаға алып шықты деп отырсыз ғой. Әңгіме айтудың сондай шеберліктері бар. Көз алдыға сендіріп айту деген бар, жеткізіп айту деген бар. Осы әңгіме айтудың шеберлігі туралы айтып беріңізші. Мына біздің көрермендер негізі жастар, оқушылар біле жүрсін, түсіне жүрсін, біздің жобаның маңыздылығына тағы бір мәрте көз жетсін. Жақсы Жарқынбек, мынандай сұрақты маған көптен бері өзі шынында да ешкім қойған жоқ. Қоймағанда өзі сондай төңіректегі адам емес деген сөз. Яғни өзің сол төңіректе жүрсең, ерте ме кеш пе сол тұмадан чөлдегенде келіп бір су ішіп кетесің. Яғни сол тұманың төңірегіндегі адам деген сөз. Анау Төкен Төлеген жақсы айтқан ғой, айтпа досым тақырыптың тарлығын, меніңше ол жарлығым. Мен жалғыз ақ туған жерді сүйемін, сол арқылы сүйем тағы барлығын дейді. Қандай тамаша. Осыдан асырып айтудың қажеті де жоқ. Әуре болып та қажеті жоқ. Шеберлік деген осы. Екінші, шеберлік дегеннің өзін біз қанша мектеп, яғни ұйымдастырып, оны үйретсек, ол белгілі бір дәрежеге барып тоқтай алады. Бірақ ары қарай оның процесін дамытып, түрлендіріп, яғни сүбіреттен сүбірет туғызып, образдан образ туғызып, оны құлпыртып, біз мынау әдебиеттегі жандандырып, троптар деп айтады, соның ішіндегі жаңағы литатасы болсын, метафорасы болсын, эпитеті болсын, көтеріп әкету, көтергеннен көкжиекке апару, четке апару, четтен чексіздікке жеткізу. Анау не деген сияқты, мысалы мынаны қазір итеріп жіберсең, оның домалап кетуі, сылдырлауы, чылдырлауы, судың сөйлесуі. Қойшы, әдебиет деген сөз, әдебиет деген тарих, әдебиет деген өнер, әдебиет деген рух, әдебиет деген өмір, әдебиет деген махаббат.
күллі дүниеде адамға қатысты не нәрсе бар, соның бәрі әдебиет. Әрине оның ішінде литература болып орысқа бөлінетін болса, анау Бальзак басқа шетелге бөлінетін болса, біздің өзіміздегі ұстап қалған жаңағы Майқы би анақарыстарды айтып отырған біздің топырақтан өткен әдебиет біздің мектебіміз. Так, енді осының ішінен біз жанұяға оралатын болсақ, қазіргі заманға оралатын болсақ, мынау медеу сияқты жас балаларды біз ертең тәрбиелегенде бұлар еліп тұрған қорғасын. Осыларды бір бұзылмайтын алтын қалыпқа бір қалыптың ішіне қойып, былай қарай бір мүсін жасап шығаруымыз керек. Бірақ ол бір келкі мүсін емес, әртүрлі мүсін болу керек. Бірақ ол қазақы келбеттегі, қазақы түр-тұрпаттағы, ішінде жаны бар, аузында тілі бар, көзі көретін, қырағы, мінезді мүсіндер болу керек. Ендеше осы тәрбиенің ең үлкені үйде, ол әкеде, ол анада, яғни екеуінің біріккен отбасындағы тәрбие құдіретті тәрбие болып шығады. Бірақ тәрбие алатын жердегі әкең бар ғой, анаң бар ғой. Ендеше әкенің әкесі бар, ананың анасы бар. Осы жерде енді тек дегенге келеміз. Әрине тектен туған адам текті болады. Ол текті адамнан көрген бала көргенді болады. Оның әкесі түк білмейтін, үндемейтін, қарапайым шаруа болатын болса, одан кейінгі барып бір абыз туа қоюы екі талай. Ендеше ұяда қыранның екі балапан туады. Екі балапан туады да есін жиып, ұяда қияда шыңда отырады, өзі аппақ. Сол екі балапан есін жиғанда табиғаттың экологиялық өзінің эволюциялық заңы, екі балапан бірін-бірі чоқып, содан әлсізі өзінен өзі қиядан құлап өледі. Содан кейін мықтысы қалады да, жалғыз қыран қызыл балақ сол жерден ер жетеді. Ендеше тілде, ол тектілік, ол сенің әкеңе байланысты, ол сенің анаңа байланысты. Содан туған күллі мінез, батырлық болсын, шешендік болсын, мергендік болсын, тіпті жаман қасиеттерде солай текке тартады. Өтірікшілдікте, сатқындықта, ұрылықта, екіжүзділікте, ол да адамзат баласынан қалмайды. Жақсы қасиетте, жаман қасиетте, екеуі де ана мен әкеден туады. Бірақ біздің сол анау бұрынғылар айтқан жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас негізге. Ендеше негіз деген не екен? Негіз деген тек екен. Тек деген не екен? Ошақтың басында отырған әке мен ана екен. Яғни олар да қанша түр бар, сонша текке бөлінеді. Мысалы Қабекеңнің бүткіл тегі түгел Қабекең болып кетпеді ғой. Оның шеше жағынан, ана жағынан, мына жағынан, жер жағдайына байланысты, оқиғаға байланысты адамдар өзгеріс ұшырап отырады. Енді қазіргі заманға келетін болсақ, біз халықты жан-жақтан қысып тастадық. Жаңағындай бір ауыр қоғамда өмір сүріп отыр деп айта алмаймын. Біз балаларды техника дамыған сайын өзінің табиғи қалпынан алыстатып алып бардық. Балалардың өзіне тіпті ойнайтын ойынның уақытын алып алдық. Баланы ойнатпаймыз. Ал біздің тұсымызда ойнайтын, ұратын, доп тебетін, күлек, палқы, чілдек, асық, қалбыр, неше түрлі ойындардың бәрінен біз қашқақтап, тіпті есекке мінетін ойынға дейін алып тастадық. Енді балалар жаңа заманға сәйкес мынандай ұлы техниканың, қазір мен тілін шала-шарпы білемін, соны алып алады да, тілі жоқ бала әлгіге қарайды да бүйтіп ойын ойнап отырады. Акуленок деп. Ендеше ана баланың сөйлеу шешендігін былай қойып, кәдімгі адами тілінің, кәдімгідей сөйлеу тілінің қалыптасуы өте қиын процесс. Ендеше біз мектепке келгенде, мен өзім мұғаліммін, педагог. Бірінші Жарқынбек ата-ана мықты болса, екінші мектептегі әр ұстаз ұлтжанды болу керек. Әр класс жетекші ұлтжанды болу керек. Сосын кейін міндетті түрде мектептің басшылары өте білімді адамдар болу керек. Өте әдебиетшіл, өлеңді жақсы көретін, өзінің ұлтын сүйетін, мемлекеттік кеудесінде ожданы бар, ұяттың, ардың, сөздің адамы болып барып басшы болатын болса, соның бауырындағы, қанатының астындағы балалар, оқушылар қайткенмен де сол жылы бауырдан шыққаннан кейін бір-екі ауыз сөз айта алатындай болады. Ал бұл соқыршек сияқты мына соткаларыңды, телефондарыңды, түгел смартфондарыңды жинап аламыз десеңдер, қазір мүмкін емес, оған ешқандай күш жетпейді. Өйткені ол заманның заңдылығы. Бірақ ұлттылығын жоғалтпау үшін
біз мектептердің ішінен анау біздің мектептегі сияқты өздерің қолғанат болып Зейнолла Сәнік атындағы кішкентай кабинет болатын болса, енді ол кабинет үлкейіп, оның қасынан тағы бір адамның кабинеті, оның қасынан риторикалық шешендік кабинеті деген бір кабинет ашылып, соның ішінен жоқ дегенде бір 10 баланы тәрбиелеп, оны тәрбиелейтін жігіт сен сияқты маған ұқсас біреу кәдімгідей аптасына 2 рет тәрбиелеп отырса, сонда қоңыр домбыраның үнінде айтса, тартса, күй, оның тарихы, сөздің құдіреттілігі, ол сөзбен бірге балаға махаббат та, батырлық та бірге ұялайды. Бірақ сол ұстазға ақшаны аямай берсе ғой. Ұстаздың 2 қалтасы ақшаға толса, сонда ол еркін айтады. Оның ана сыртта көлігі тұрса, тұратын үйі жақсы болатын болса, әр шәкіртінің өзінде бір кеңдік мінез пайда болатын болса, ұлттық, сонда барып қана ертеңгі Әлихан Бөкейхановтар біздің ауылдан пайда болады. Сіздің ауылдан пайда болады. Ол Әлихандар 10 болады, 10 жылдан кейін 200 болады. Сонда біз халқымыздың көптігінен емес, халқымыздың ішіндегі ұлдардың рухының мықтылығының көптігінен ғана біз мемлекеттің мүддесін ұстайтын боламыз. Мынандай бір сұрақ. Абайдың өлеңінде де бар ғой, айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөзі танымас бір парасы деп қиналды. Тұрмағанбеттің бір сөзі бар. Сөйлеуге сөз таптым да, тыңдауға құлақ таппадым дейді. Қазір біз міне тура сондай кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Өзіңіз сияқты әңгіме айтатын абыз кеуде ақсақалдар бар. Құйма құлақ жасты қалай қалыптастырамыз? Енді ол жаңағындай бір-біріне өте байланысты, былайша айтқанда құйма бір үлкен жасалған сүбіретті дүниенің бөлшегі. Жаңағы өздеріңізбен бізге айтып отырған қазақтан егер әнді алып тастасақ, қазақтың қай жерінде қалады? Сұлтанмахамед Торайғыровтың мынандай мақаласынан үзіндісін естіп айтайын. Қазақтың әні кетсе, әдебиеті жесір қалады. Сәні де кетеді, жаны да кетеді. Ән сақтаудың қамында. Молдалар жас балаларға ән үйретіңдер дейді. Жаңа шыққан әндердің жақсыларын үйретіңдер дейді. Сонда міне қазақтың әннің өзінде жаңағы әдебиет жатыр, мінез жатыр, болмыс жатыр. Ән болғанда да бүгінгідей бәлду-шәлду ән емес. Есте қандай ғажайып ән. Сонда міне бұл да тәрбиенің, естіліктің бағана тыңдау мәдениетін, тыңдарма мәдениетін, ұлылықтың. Енді ол әнмен бірге оның артында жаңағы бір-бірін өте байланысты дегенім күйі тұр. Егер біз күйді алып тастап, кіл әнді тыңдасақ, бір деңгейіміз жетпейді ғой. Сол қолымыз жоқ сияқты. Сол қолым жоқ. Сөйтсем не оң қолым, не сол қолым, біреу күй екенде, біреу жаңағындай ән екен ғой. Енді осыған кеп шешендік сөзіміз жаңағы. Айтатын абыздық сөздеріміз, жаңағы даладағы мақал мәтелдеріміз, 1000 сөздің басын бір-ақ қана түйір сөзмен шеше салатын, олар 90 сөздің толықтай түйін деп айтады. Осыны бағанаған біз айтып отырған жаңағы парсылардың әдебиетінде несінде зерттеуінде бар екен, скиптерше сөйлеу дейді. Скиптерше сөйлеу. Яғни аз сөзге көп мағынаны сыйдыру. Міне осылардың өзі мысалы қазір міне үйі тыңдап отыр дегенде үй тыңдамайды ғой сені. Үй дуал қабырға ішіндегі адамдар тыңдайтын шығар. Сол сияқты мынау жұрты дейді. Мен жұрт болғанда жұрттың да жаңағы синонимдік түсініктері бар, жұрт деген бір қалып қалған бұрынғы адамдардың отырған жері шығар. Жұрт деген кешегіден қалған бір орын шығар, үлкен киелі жер. Екінші жұрт деген халық қой, халықтың көшірмесі ғой. Енді әдебиеттің жұрты қайда? Кешегі әдебиеттің жұрты бар болатын болса, әдебиеттің өзі тарихтан шықпай ма? Тарихтың өзі батырлықтан шықпай ма? Батырлықтың өзі не қуаныштан, не қайғыдан шықпай ма? Не жеңілістен шығадағы батырлық, не жеңістен шығады? Ендеше туыңды көтересің, не түсіресің? Батыр майданда шынығады, болат қайнауда шынығады деген ғой. Ендеше жаңағы бұқар жырау жырласа, ана жаққа отырып алып, оу, керей қайда барасың? Ол бір қызға ғашық болып қалдым. Айтжамал, мен саған ғашықпын деп отырған жоқ қой. Анау бүткіл қазақтың бір бөлшегі бөлініп кетіп бара жатқан абыз ақсақал алаңдап, "Акау керейім-ау, сен қайда бара жатырсың?" Бөлінген жоқ ол. Мына жаудан құтылу үшін сен де керексің маған. Ендеше осыларға кішкене қаттырақ айтып жіберген, "Ей Бөгенбай, сен кім едің? Сен кеше кім едің?" деп қабекемен айтатыны бар. Ендеше сол ағалығын пайдаланған абыз ақсақалдар, кешегі Төле, Үйсін Төле би, немесе Қаз дауысты Қазбек, солардың өзі табиғат ана жаратқан, жаңағы өзің айтқан құйма бір организм. Адамнан гөрі кейде мен елестетем, бір
сұңқырап кетіп қайта қонып, сұңқырап кетіп қайта қонып, әлгі әулиелер жатарда адам болып жатады екен де түнде ұшып кетеді екен дегенде бір аңыз болады. Қазақ үйден қалықтап шығып кетіп қалады екен деп. Кейде ойлайсың, сол рас па деп те. Мысалы, бір ән туу үшін Чоқан Уәлихановтың да айтатыны бар. Жаңағыдай ән шығаратын дарын иесінің кеудесіне аспаннан бір құдіретті әуен жанап жерді бауырлап өтіп кетеді екен. Сол кезде ол ілініп қана қалады екен. Мүмкін ол да бір жақсы бір тереңдіктің белгісі шығар. Ендеше жаңағындай балаларға тәрбие беру үшін ұлттық санамен қарау керек, ұлттық қаталдықпен қарау керек, ұлттық кеңдікпен қарау керек, ұлттық махаббатпен қарау керек. Ұл баланы жеке тәрбиелеу керек, қыз баланы жеке тәрбиелеу керек. Екеуін бірге тәрбиелегенде махаббат деген бір ұлы сезім пайда болу керек. Қыз баланы қарындас деп қабылдаған ұл бала, қыз баланы анашым деген сияқты жүрегінде тербеген мәңгілік ұлы сезіммен өмір сүреді. Ал өзіне тән жаңағы анау тұрған Петроглиф оба тастағы қылыш ұстап тұрған азамат сияқты бір қолында қылышын тұрса, ол жаңағы отансүйгіштік, патриотизм, яғни осы даланы енді сен қорғамасаң кім қорғайды? Сен сүймесең кім сүйеді? Ендеше осы бір қанатыңмен әлемдік деңгейді қамтып отырсаң, бір қанатыңмен бауырың жаңағы үйшілік болу керек. Сен әке бола алуың керек, сен ана бола алуың керек, сен бала өсіруің керек, сол баланы тәрбиелеуің керек. Ол бала саған бала болып тұру керек. Ол бала өскенде әкенің емес, ұлттың баласы болып шығу керек. Абайдың 10-шы қара сөзінде айтатыны бар ғой, сен баланы тәрбиелейін дейсің, өзіңнің көрген иттігің аз ба? Тағы бір итті тәрбиелеп көбейтпексің ба? Ал тіршілікте өзің жасай алмаған мейірім, махаббат өлгенде балаңа аманаттап кетпексің ба? Сондықтан әуелі өзіңді ізде, содан кейін барып балаға әңгіме айт дейді ғой. Сондықтан бабалар оның бәрін айтқан. Енді аға, біздің де мына түсірілім әңгіме айтайықтың 12-ші жобасы. Әңгіме айтайықтың жалғасын Алакөлдің жағасында бұйырса жалғастырамыз. Енді бізде өзіңіз бағана кірген кезде айтып қалдыңыз. Шамамен хабардар екенсіз, Ділмар деген шешендік өнер үйірмесі бар. Республикалық деңгейде қанатын кеңге жайып жатыр. Осы бүкіл өңірлерден осы Мақаншыдан да ашылып жатыр. Мақсатымыз біреу ұлтын сүйетін, жұртын сүйетін, елін сүйетін азамат, мемлекетшіл тұлға, көшбасшыларды қалыптастыру. Әлеуметтік желіде 13, 14, 15-тегі балалар өзін көшбасшы сезініп, еліне жұртына қызмет етіп жатыр. Сол Ділмардағы ұл қыздарыңызға бір жақсы батаңызды беріп, жақсы ағалық ақ тілегіңізді айтсаңыз. Енді шабыттандыратын, қанаттандыратын, талаптандыратын. Мен рахмет. Бата деген сөздің өзі де тілектің атасы ғой. Мысалы жаңағы түркі дәуірінен қалған дала, түркі дәуірінен қалған ой, рух бір-біріне жалғаса береді дедік. Сонда сапарға аттанған ұлдарға мынау ислам дінінің әлі қазақ даласына келмеген кезі ғой ол. Ол енді 7-ші ғасырдың ортасынан бастап бізге не бастайды, иә. Енді ол үлкен әңгіме, кейде таласта тудырып қалады. Ол деген сөз ислам діні Алла, ислам дінін жақсы көрмесең Алланы жақсы көрмейсің деген сияқты бір теріс ұғымдар емес. Оғанға дейінгі тәңір діні болатын болса, адамзаттың өзі жаратылысы кәдімгі бір жеке адамның өміріне ұқсайды. Туа салғандағы чақалақ кезі, сәби кезі, есін жиғанға дейінгі балалық шақтары, одан кейін азаматтық кезі, атқа мінген, ел үшін қызмет еткен кездері, қариялық кездері және бақилық болған кездері. Сол сияқты мәңгілік даланың, мәңгілік ұлдарының мәңгілік діндері де бар. Соның біреуі жаңағыдай ұлы ислам діні болатын болса, біреуі жаңағы оның алдындағы өзіміздің ұлы тәңір діні болатын болса, біреуін жақтап, біреуін даттайтындай емес, саналы адам осы уақытқа дейін ислам дінінің ішіне бөлініп шыққан тамаша, жұмсақ, ешкімде де өкпелетпейтін кең көлемдегі мұсылман деген бір топырақтың діні бар, иә? Қандай тамаша, мұсылман діні. Ендеше сол арабтардың да көп жеріне біздің алты атаны қуалайтын қанымыздың көп жері ұқсамайды. Жаңағыдай аруақтыға сыйынатынымыз, аруақты құрметтейтініміз, даланы қадірлейтініміз, кеңдігіміз, қойшы кез келген мінезіміз жаңағы дінге кейде ептеп қайшылық етіп қалады. Біз одан қашқандай боламыз. Ол жаратушыдан, Алладан қашқандай емес. Ендеше біз бәріміз де қазіргі тілмен айтқанда, түсінігімізбен, жанымызбен айтқанда, сол 18 мың ғаламды жаратқан Алла болса, соның біз бір кішкентай бөлшегіміз, соның біз бір кішкентай қарыз уақытша алған жанымен өмір сүріп халқына қызмет етіп жатқан пенделеріміз. Ендеше табиғат анаға қарсы тұрам деудің өзі ес жоқтық немесе ақымақтық деп айтар едім. Сондықтан тілек жастар ағынды болсын, дарынды болсын, сөзді болсын, көзді болсын, қарымды болсын,
шуақты болсын, ең соңында қырандай балақты және қуатты болсын. Әумин, Аллах айтқаныңыз келсін.